Құрметті Төле би ауданының тұрғындары, Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй қатынастары туралы заңына сәйкес, мемлекеттік тұрғын үйлер қорынан мұқтаж азамат ретінде Ленгір қаласы 1 мөлтек ауданындағы көп қабатты тұрғын үйлерден пәтер алған азаматтар мемлекеттік жалдау шарттары бойынша ай сайынғы төленетін жалдау ақыларын уақытылы төлеуге міндетті. Қазіргі таңда аудандық тұрғын үй комиссиясы пәтерлерді жалдау ақысын төлемей жүрген және көп жылдан бері қордаланған қарыздары бар квартирант ұстайтын пәтер иелерін анықтап, сотқа өткізу жұмыстарын атқаруда. Осыған орай сіздерден 2025 жылдың 22 желтоқсанына дейін жалдау ақыларын және көп жылдан бері қордаланған қарыздарыңызды толық төлеу қажет екендігін, сонымен қатар квартиранттарды шығаруларыңыз қажет екендігін ескертеміз. Міндеттеме талаптарын уақытылы орындалмаған жағдайда пәтерлеріңізді сот арқылы қайтарып басқа пәтер берілместен шығару жұмыстары атқарылатын болады. Құрметті тұрғындар, әр мәселеге түсіністікпен қарап, әр азамат өзіне жүктелген жұмыстарды уақытылы орындауды сұранамыз.